бізде күн осындай. Бұл интернаттың ауласы. Бізді қазір тамаққа шақыру керек. Оған дейін холда мына жерде сабақ оқимыз. Бізді тамаққа шақырды. Сағат 8 болды. Это у нас столовая. Ванная каша и творог, май, батон. Мен завтрак ішкеннен кейін осы жерде қазір сағат 12 болып қалды. 8-ден бастап оқып жатырмын. Және негізінде бұл комната біздің комната емес. Біздікі осының қасындағы бұл 4-ші комната. Бұл жерде негізінде кішкентай сыныптар жататын еді, бірақ та жаңа каникулға кетіп қалғаннан кейін бізде барлығы босады. Және 11-лерге осылай кіріп оқуға рұқсат. Енді бұл орынға қазір обедке шақырт. Обед ішіп келгеннен кейін тағы оқимын. Мен осына матсауаттылық шығарып болдым. Енді қалған сабақтарды оқимын. Менде бүгінге тарих қалды. Сағат 5:42 кеттім. Мен 3-тен бастап тарих оқыдым, жұбаныш жаттадым. Енді қазір мына столдың үстін реттеп, жалпы мына бөлмені реттеймін. Одан кейін бізде кешкі сабақ болады, соған дайындаламын. Егер де бізде ужинға шақырмай жатса, онда әдебиеттен нұсқа талдау қараймын. Солай, өмірім сабақ. Бізде ұбт-ға 11 күн қалды. Және біз интернаттан 11-ге кетеміз. 11-не 2 күн бар. Привет! Бұл біздің мектеп. Мынау ұлдар интернатта. Мынау ұлы дала паркі. Ұлы дала паркіне бастар жол. Бұл Геркеназ ханым. Давай. Біз магазинге батырық. Маған мороженое алып береді. Кешкі сабақ басталғанға дейін әлі 1 сағат бар. Солай. Бұл біздің мектеп. Апай. Бұл бізде мектепке апарар жол. Бұл біз. Бұл мороженое. Еще бізге түлектер мынандай скамейка сыйлады. Күшті. Сонда отырайыншы. Отырайық. Жақынырақ көштем. Бізде кешкі сабақ басталды, сағат 8-ден кетті. Және бәрі тыныш болу керек, және мен қасында жеңісхан. Біз, қазір тарих оқимыз жатырмыз. Және жеңісхан маған круассаны берді. Жеңісхан таптамыз. Солай. Бүгін бізде күн осындай. Күш болып тұр. Бүгін менде образ осындай. Самый обычный образ. Бүгін предпоследний күн. Менде вторник соңғы күн. Енді қазір сабаққа барамыз. Біз мектепке келді. Мына жерде бізде химия кабинеттің арт жағындағы лаборатория. Короче, мына жерде басқа сыныптар кітаптар әкеліпті. Сол. Қазір мына жерде сабақ оқимын. Бізге орысшаны баға айтып болды. Мен 40-тан 37 алғам, орыс тілі. И ертең бізде самый последний сабақ қалды. Қазір түскі сабақтағы пландарымды орындаймын. Потом ужинға, интернетқа барам деп ойламаймын. Скорее всего, бармаймын. Қалып сабақ оқып, кешкі сабақта бір шығармын. Еще бізде обед болды. Мен жаңа обедке барып келдім. Сол обедке интернетқа барып, киімді ауыстырып келгеннен кейін барып бізге баға айтты.
Оны түсірген tweetке салайық. Бізге осындай обходной лист берді толтыруға. Енді мен соңға толтыруға интернатқа батыр. Бұл бізде ұлдар интернаты, ал қыздар интернаты мектептен 3-4 минут жерде орналасқан. Ручка жоқ екен, кері ятырмын, ручка алып. Бұл бізде ұлдар интернатының асханасы, ал мынау асханаға кіретін жол. Ал мына жерде жоғарда, бөлмелер сөйтіп кетеді ары қарай. Привет, тендер. Бұл біздің сынып. Және мына жерде мен отырам. Мына кітаптардың бәрін маған ертең алып кету керек. Біз осындай напиток алдық. Қазір біз Ұлы Дала паркінен донер аламыз. Сосын ужинға бармаймыз. И кешкі сабақты мына мектептен оқимыз. Осындай. Бізде мына бутикте істейді. Донерді. Қазір аламыз. Иә. Біздің есікке қош келдіңіз. Мен мынадан кіремін. Бұл біздің мектеп. Осылай кірген кезде былай болады. Чейз. Иә, былай бармаймыз ба? Иә, келістік ағай. Ура! Біз музейге барамыз. Иә. Бұл біздің мектеп. Мектептің холлы. Және біз қазір музейге барамыз. Ура! Ешкім жоқ па? Біз қазір осында 8-ге дейін жатамыз. Денгі осындай карталар берді. Ол бізде желание карты, короче. Желание карта. Қиғалу керекпіз. Біз қазір тамақ ішеміз, потом тараймыз. Бізге айтты, шаршап отырсыңдар ғой деген секілді. Тарай салыңдар деген секілді, ертең экзамен деп. Бірім, я. Запах. Мен күнім деп естідім. Біз, короче, андай ойын болады ғой, 4 адам тұрады, сосын үшеуінде күшті музыка, біреуінде грустный музыка, сондай ойын ойнайын деп жатыр. Біз грустный адамға қазір бір музыка қосамыз, как көрсетемін. Батып кетті, сені көрсем жүрегім түбіне тартасың. Бізде мына 1,45 ойын. Біз, короче, бір адам кіреді, біз соған сөз жасырамыз, сол табу керек. Ол ұлданда бар ма? Жоқ. Біз қазір бармашы? Бар, иә. Жоқ. Олай саған қатысты емес, бірақ маған да қатысты. Қатысты емес дегенде көмек бар. Біз ойын ойнап болдық, және сағат 10 біз интернатқа барамыз. Бізде ерте таратып жатыр бүгін соңғы күнде. Қазір мен бүкіл кітаптардың бәрін алып кетуім керек. Және біз бұл сыныппен ертең қоштасамыз. Бұл мектеп. Өте көп зат алып батырмын, потому что ертең бүкіл кітаптардың бәрін тасып жүрмін. Кешкі сабақтан шыққандағы вайб. Біз қашықтық, біз интернетқа қайтамыз деп ойлағанбыз, бірақ тығыспа ойнайын деп жатырмық.
Бүгін бізде апайлар күшті. Бүгін бізде апайлар добрый охранник. Өте керемет адам. Қайда тығыламыз? Екінші блогер. Бұл бізде мектептің арты. Біз қай жерге тығылатын жерде жүріп, үнжелер шықты. Таптыңдар ма? Дым жоқ қой, жақта? Реально дым жоқ. Біз ұстап алып кеттік. Қосын екен. Сен айтып тұрмын ғой. Сен айтып қатты тұғыспай ойнап қоямыз енді. Мына жер өте әдемі. Бүгін біз паркпен қайтамыз. Aramızda yektimen aralashgan Qanday apay? Bo'layin sag'in batır Qo'rg'ay kunni bir maydonda Men mumkin sohir mumkin sonday jabiq ishtiyaqin Sen eding жалғыз жақын Almaydim bir kun жалғанда Tapşı meni Tapşı meni Tapşı meni Aspanga burja ko'tarildi jabsib kebatdim Men sаған душар қатты Сағынам алыс қалғанда Бұл бізде интернат. Бұл қыздар интернатына бүгін біз келеміз, сосын ертең тағы бір рет келеміз, болды бітті. Осыдан кейін біздің интернаттағы күніміз бітеді. Өте грустно естілеткен интернаттағы соңғы күніміз деген. Солай достар. Бізде қазір экзамен. Сағат 10-да басталады, сағат 8:30. Және бізде осындай тақта бар, жетістікке жеткендер, және мына жерде мен. Бізде сағат 11-де басталайын деп жатыр экзамен. Шашым айнып қалды. Гоха көшірме. Бізде экзамен. Кіріп батырық. Бізде осындай шкафтар бар, және менікі 93. Шкафтан менде мына жерде кітаптарға қойды, мен бұны күтпеймін. И менде мына жерде осындай өте күшті фотоменен және мотивация. Бізде барлық экзамен бітті, наконец-то, және бізде қазір сағат 3:30-да баға айтады. Оған дейін демалып келіңдер деп айтты. Сағат қазір білмеймін нешкен. Және мен мынандай суреттерімді алып кеттім, банан тұрған шкафтағы сурет алып кеткен, ол енді бөлек. Солай. Және бізде 13 күні аттестация вручение. Бүгін 11. Біз бүгін үйге қайтамыз. Мен обходной листі толтырдым. Сол жана шығып кетірім. Енді қазір интернатқа барамыз. Менде интернатта осының шамазат шықты.